үйімдемін. Өзімнің үйімдемін. Астананың дәл центрінен үй алғансың ғой, ойлашы, кайф қой. Жан, не істеп тұрсың? Қуанып тұр. Давай в первую очередь унитаз алайықшы. А то есігі жоқ, унитазы жоқ туалетте отқан бір түрліккен білесің ба? Оны дизайнерский решение деп қабылда, хорошо? Қойшы сен. Ма тезірек жуыншы. Жүр, завтрак ішейік сосын. Не мынау? Су? Бізде хотя бы шампунь бар ма? Или құр сумен перерейін ба мынаны? Екі жарты ғұмыра тегі әкетті құбылта айналып жүр басымда. Қызым звондады ма? Жоқ, хабарласқан жоқ. Ұйықтап жатқан шығар? Бетонның үстінде ма? Хабарлашы. Өзің хабарласайшы. Осылар қырсық па, мен түсінбеймін. Жып-жылы, керемет үйден кетіп қалған несі? Соны айтшы маған. Негіз бар ғой, Қасым. Мен Әсетті түсінем. Үйленгендеріне 6 жыл болды. Балалы да бола алмай жатыр. Соған қарамастан бар ғой. Тура сенің жас кезің ғой. Намысшыл, ер жігіт мінезді, айтқаннан қайтпайтын, еңбекқор. Бір өзі тыпырлайды да жүреді. Сен де жас кезіңде тура Әсет сияқты қырсық болдың ғой. Шешші. Жеп ал қарның ашады. Уақыт жоқ менде. Жұмысқа кеттім. Шай ішсейші. Уақыт жоқ. Қызым хабарласа, маған звондайды, жарай ма? Давай. Қалай ұйықтадың? Жақсы. Мен де от души ұйықтағансың ғой. Рахмет. Рахмет. Жан, білесің бе? Жүріп жүрген кездеріміз есіме түсіп отыр ғой. Жүретін еді қоқ рахаттанып, завтрак ішіп, киноға барып, өзіміз рахат еді ғой, Мама жазып отыр. Қызым, қалайсыңдар? Үйлерің жылы болды ма? Может, үйден көрпе, жастық, кілем, тағы не керек? Жазып жібер, я? Апарып берейін. Әсет қалай? Ремонтты не істейтін болдыңдар? Ақшаларың жете ма? Салып жіберейін ба? Не істейін? Мам, бізде бәрі жақсы, өздерің қалайсыңдар. Ешіне керек емес, үй жылы. Керек болса айтам ғой сізге. Әсет бақыттың басы айналып жүр. Сізге сәлем айтып отыр. Енешка, саламатсыз ба, қалайсыз? Қасыма қалай, жақсы ма? Ал Жан, неден бастаймыз? Давай бірінші мен офисынан бастайық. Туалеттен ба? Потом дальше кете береді ғой, обой, кафель, ламинат дегендер. Жан, дизайнер аламыз ба? Жоқ, неге? Дизайнер сен боласың ғой. Жан, саған қалай ұнайды? Дәл солай істейміз, хорошо? Жан, онда точно көп ақша кетейін деп отыр ғой. Еще таксиге, еще грузовой машина алу керек. Может, үйге барып мен машинамды ала саламыз, а? Жан, дым ойындама. Өзім бірдеңе сақлам, хорошо? Дәверсің бе? Екі жарты ғұмыра тегі әкетті құбылта мені айналып жүр зымыран басымнан айналып жүр зымыран екі жарты құмыра сен мұңайма тегі әкетті құбылта мына құмыра мені айналып жүр зымыран басымнан айналып жүр зымыран екі жарты құмыра сен мұңайма тегі әкетті құбылта мына құмыра
жүр зымыран басымнан айналып жүр зымыран басымнан айналып жүр зымыран. Жан, мынау күшті екен. Еще бағасы арзан. Көрші мынаны. қойша. Жан, настроение не болды? Өзің ғой енді дизайнер бол дейсің да маған, анау қымбат, мынау қымбат, аны алмаймыз, мынаны алмаймыз деп. Жан, енді көріп тұрсың ғой. Ақшам жеткені осы. Қалтамызға да қарайық та кішкене енді. Экономдау дейтін бар ғой бұл өмірде. Онда күте тұрайық, үйіміз бар ғой тұратын. Ремонтқа ақша жинап аламыз да, сосын істейміз ремонтты. Жан, қандай тұратын жер айтшы маған. Сен үйіне бармаймын мен. Не болды саған? Мен ойлағам ғой, маған поддержка бересіз деп, наоборот, артқа тартып отырсың. Әсет, қумаша, сонда осы күнге дейін не істедім мен? Не істедім? Жан, пожалуйста, жағдайға қарайықшы. Кетші. Жұлдыз! Жарайды, ана обойды ала салайық. Тек бір рулон. Көрінетін жерге жабыстырамыз. Жан! Братан, багаж расскажешь? Давай. Рахмет. Картаға аударасашы. Қанша болды, брат? 15 мың ғой. 15 мың? Иә, енді продукт емес, стройматериал тасып келдім ғой. Жайт, номер айтсаңызшы. 708, Аха, 581, аха, 96, аха. 26. Айжан Б. Иә. Ё-моё, мына қазір менен қазір көмек сұрайды ғой, ё-моё. Алло, ассалаумағалейкум, Асқар брат, қалайсың? Асети, ассалаумағалейкум, қалдарың қалай, не істеп жатсыңдар? Шүкір, аман есен, брат. Сол брат өткенде ремонт бастаған ғой, сонымен жүрген ғой. Ремонт? Ремонт деген жақсы ғой, ай, молодцы. Чё там, не болды? Көмек керек па? Я, брат, сол жұмыс жақта болсан, мияқта бір көмек керек болып жатыр еді кішкене. Ұятта болса сұрайын енді. Жоқ, ондай кезден ұялмайды ғой, Асет, конечно, көмек керек болса, пожалуйста, көмектесеміз ғой. Чё там, не істеу керек? Да, материалдар алған ғой кішкене, сон квартираға тасып тастау керек. Все, хорошо, сен пока таси беремін, мен жұмыстамын да просто. Жұмыстан босаған соң келемін, иә? Все, брат, адуша, рахмет. Осындай кезде көмектеспегенде қашан көмектесеміз, Асет? Все, давай, достығымызды көрсету керек қой осындай кезде. Сен пока таси бер, иә? Ё-моё, но реально мені күтіп тұр ма? Неғып тасымай жатыр? Все. Молодец. Қазір кішкене азайған соң барамын, иә? Ай, қандай әдемі. Биыл бір керемет жыл болды, бір алмаңды аямай берді алмағашым менің. О, Қасеке, не істеп жатсың, көмек керек па? Жоқ, керек жоқ. Баяғы бала кезді еске алып, аулан бір тазалық қойын деген ғой. Шіркін. Так, на флягты ысып кетті суы. Жүр, көлеңкеге апарып қойық. Көтермеш. Біршама салмағы бар екен. Өзім көтерем ғой мен. Баяғы жас кезін білесің, мынандай екеуін алып жүгіргенім. Қасеке ол жас кезін еді ғой. Былай тұр айналайын. Көтерсейші, біршама салмағы бар. Былай тұр. Өзім көтерем ғой мен мұны. Ойбай, белім. Мира, ойбай, белім. Ойбай, білмеймін. Бір айтқан тыңдамайды. Белім, ойбай.
Әсет, не істеп аласың? Мен айттым ғой келем деп. Ассалаумағалейкум. Жоқ брат, қалай біткенін байқамай қалдым ғой. Жоқ та ғой, мен апарып тастаймын осыны, сен демал бар. Жоқ, костюмді бүлдіресің брат. Жоқ, қайда. Жер, кет. Костюм бар ғой, ондай костюм мен жетеді менде. Давай, мен өзім көмектесейін. Жоқ, өзім. Жоқ, хотя бы көмектесейінші, пожалуйста. Не болды? Ой, айттым ғой саған көмектесейін да деп. Ойбай, белім. Не болды беліңе? Ойбай, ұстап қалды, белім ұстап қалды. Да ты что? Жүр, офиске бар ештеңе мына жерде. Жүр, офиске. Мынау ше. Мынаны кейін апарып тастайсың, еще. Мазь бар ма? Жоқ, қатты ауыртып жібердің ба не? Жүр, ана мазь бар менде офиста. Мира! Мира, босашы тез. Келе жатырмын. Өлтіретін болды ғой мынау. Ойбай. Папа? Жаным, қызым келді ғой. Қалайсың? Жақсы, папа не болды сізге? Белімді ауыртып алдым. Не істеп жүрсің сен? Базарға қайта. Стройматериал аламыз деп өндір ғой. Иә, сол жақтан келе жатырмын мен. Диванға отырыңдаршы, мойным ауырып кетті ғой. Все, давай шеш, мен горчичник алып келдім. Белім. Ыңғайсыз отыр братан. Әке өзім шешемін. Шеш. Байқамайсың ба соны? Ой, давай. Ой, ыстық болып кетті, ыстық. Шыда енді. Қаматса. Қазір біз шығамыз. Енді ондай ұрыс керіс болып тұрады ғой, тем более ремонт кезінде. Мен не істейін мен? Сөйлесіңдер, ақылдасыңдар, бір мәмілеге келіңдер. Сөйлеспей? Келсін алдыға, басын салып бұратып. Не ол? Қасым, сен қызықсың. Абой үшін ұрсу деген миға сыймайтын нәрсе ғой. Осындай уақытта бірге жеңу керек ондайды. Әсет сандап отыр. Сөйлес. Сөйлеспе. Не ол? Әйел керек болса адам құсап келсін мына жаққа. Не ол телефонмен сөйлесу деген? Айтшы маған. Бетпен-бет сөйлесін. Адам құсап. Сен де қызықсың не? Бір крючокты тауып алмайсың ба бір? 5 мың теңгені аяп. Беліңді ауыртып алдың ғой. Қазір лечениеңа 100 есе жаратасың ғой? Ойлаған ғой, өзім тез тастаймын да. Сосын асықпай ремонтқа тезірек кірсем деп ше. Мынандай түрмен жұмыс істей алмайсың ғой қазір сен? Брат, таныс строительдер жоқ па? Бар ғой, олар просто қымбат. Саған келмейді олар. Интернеттен тауып алсайшы, интернетте көп қой. Брат, ренжімеш. Кез келген нәрсені сұрап атқаныма ше. Просто білесің ғой, бірінші үйім, бірінші ремонтым. Қалай белің, нормальный ма өзі? Кішкен нормально болып қалды па иде. Кан, тұршқан. О, нормально. Ойбай, белім. Ой, ё-моё. Асықта тұрмайсың ба? Не болды? Тағы, давай. Тағы. Нормально ма? Тағы. Еще. Ойбай. Кружок тапшы, пожалуйста. Қызым? Қызым. Ойбай, білмей. Кедергі істеп тұрған жоқ па саған? Жоқ, пап, кіре беріңіз. Отыр. Жоқ, осылай тұра берейінші. Ойбай, белім ауырып тұр. Не ғой, қызым? Айтарым. Сендер ана ремонттарың да асықпай. Сенше, осы үйде тұра берсіңдер қалай қарайсың? Пап, түсінсеңізші, Әсет намыстанады ғой. Қаншама жыл бойы армандап келе жатқан үйі. Өзі ремонт жасағысы келеді. Болмаса, жаңа үй ремонтымен, жағдаймен алып берсем қалай қарайсың? Пап, сіз мені вообще естімей тұрсыз бар ғой? Әсетпен сөйлесейін ба? Жоқ, пап, уайымдамаңызшы. Басында қиналатын шығармыз, бірақ бәрі жақсы болады. Не ғой? Проблемаларыңды ана телефонмен шешмеңдер. Не ол? Бетпен-бет адам құсап, сөйлеспейсің ба? Вот сонда бәрі шешіледі, қызым. Окей, пап. Анаң жоқта барып, әдемілеп шай ішейік екеуміз. Жүр, көмектессе? Ойбай, белім-ай. Ойбай, белім-ай. Белім-ай, көтім-ай. Ашық кіре беріңдер. Жүр.
Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Әсетсіз ғой? Қаршыға мен қозындағансыз. Иә, Қаршыға, иә, мен Қаршыға. Мына мен інім Бөкеш. Вот. Иә, 2-3 деген құтты болсын. Рахмет. Так, мына ванна туалет, да? Ага, ана комната. Так, сонда бір комнатный да, сонда да, получится. Иә, дұрыс. Я не істеу керек енді? Сол бірда обычный ремонт қой. Обычный ремонт? Обычный ремонт қандай сонда ол? Хай-тек дегенде бар, евро ремонт дегенде бар, или что, үйді пану салып берейік болай, фык ет. Жоқ, ондай керек емес просто. Енді обой жабыстыру, кафель жабыстыру, сосын есіктер қою ғой, болды. Күшті. Так, Бөкеш. Рулетка. Былай онда жүр. Көрейік онда. Әкеш бе, Бөкеш. Рулетканы өзің алайын. Так. Енді біз квадратына 15 мыңнан аламыз ғой, Асеке. Сізде мұнда 80 квадрат шығып тұр ғой? Братан, қайда 80 квадрат? Үйің өзі 45 метр квадрат қой. 45 квадрат деген аз ғой. 80 квадрат алмайсың ба, братан? Енді ақшам жеткені сол да. Асеке, енді Құдайға шүкір бар ғой. Осы салада жүргенімізге 30 жылдан бері астам уақыт өтіп кетті да енді. Құдайға шүкір авторитет бар ғой. Біраз адамдар таниды енді. Абыройымыз бар дегендей. Енді мына жердің бәрін жасап, идеально под ключ жасап береміз ғой. Жоқ, просто қанша уақытта бітіресіңдер, сол маңызды болып тұр ғой, братан. Так, керамогранит, кафель болды, сосын Уровень, ишак, кисті, алатын нәрсе 500. Там нешестіңдер? Не ғой енді, Асеке, сіз түріңізге қарасам, енді бір қазақтың қарапайым, қара домалақ баласысыз, да? Красавчик, молодец. Асеке, енді от души 500 мың скидкасымен жасап береміз. Идеально. Теңге ғой? Теңге? Ол нормально ғой, онда просто айтыңдаршы маған Қаршыға. Қаншалықты тез бітіресіңдер, қанша уақытта бітіріп бересіңдер, сол керек болып тұр ғой, брат. Енді ол бағана не болды, кафель болып келді. 2 аптада ғой, Асеке. 2 апта жақсы ғой, братан. Все, келістік онда. Да? Асеке, енді бізде де бала-шаға бар дегенде, ары-бері жолымыз бар, енді семьяға беріп қою керек, арасында проездіміз бар, насыбай темекі дегенде 50%-ын сразу бересіңіз, күшті болып кетуші еді. Енді опытный адамдасыңдар ғой, енді қадам айтып шығарсыздар, мана бәрі таниды деп жатсыңдар. Енді так, қа братан, мыяқта. Түсіне. Бол, Асеке. Бол. Брат, маған ең бастысы максимально тез бітіру керек мыяқта. Бір жағдайларға байланысты. Сол үшін жандарында болам ғой, короче. Сразу бастап кетеміз ғой. Или сразу ертең таңғы сағат 7-ге ұрып жібереміз ғой, бәрін баста жібереміз ба? Біз 7-те келейік, сіз 6:59-да осы жерде болыңыз. Болды, кайф. Ертең келіскенше онда. Все, келістік па? Жақсы. Так, Бөкен. Бөкен, Әсет. Все, давайте. Інім ғой, давай. Қызым, сендерге ақша берейін. Бірақ сен Әсетке айтпа. Керек заттарыңды аларсыңдар. Папа, керек емес. Әсет ренжіп қалады тағы да. Ренжсе ренжи берсін. Оның ақшасының жоқтығынан сен кінәлі емессің ғой. Жолдас? Ойбай белмай. Келді анау. Айттым ғой, бас салбырап келеді деп. Әсет, стройкаларың не болды? Сол строительдер алдым. Бұйырса ертең бастаймыз енді. Әсет, давай былай істейік. Мен сендерге ақшамен көмектесіп берейін. Жоқ, батя, рахмет. Алла разы болсын, ниетіңізге рахмет. Сен до конца тыңдасыш. Былай емес, мен қарыз ақша берейін. Жағдайларың болғанда қайтарып бересіңдер. Батя, үйді өзім алдым ба? Өзім ремонтын бітірем. Так что дым ойындамаңыз, бәрі нормально. Ой, бұл не деген қырсықтар, а? Жоқ, қараңызшы. Мысалы, осы үйді сізге әйеліңіздің туысқандар салып берді ма? Жоқ.
еңбектеніп өзім салғам. Вот дәл солай ғой менде. Өз үйімде өзім салып, сіз сияқты рахаттанып қарағым келеді. Так что ренжімеңіз. Ал мен жүрем бача, ренжімеңіз. Жан, кешір мені, пожалуйста. Мені ойлағандай оңай емес екен ғой мынау деген. Бірақ осылай үйреніп кетсем ғой сен. Жан, сен де мені кешір. Жоқ, нормально, Жан. А Жан, кстати, ертең бар ғой, сен машинамен шығайықшы. Прикинь, материал әкелу доставкасына 15 мың теңге. Бұлай қадалайын деп тұр ғой. Бізге еще көп материалдар алу керек. Жан, сен лучше ешіне істемей ақ қойсай, бейін жазылғанша. Таки өзіме ештеңе істемеймін. Строителер алдым ғой. Серьезно? Прикинь, 30 жылдық опыты бар. Еще осы қалада олар бәрі таниды ғой, авторитеттері мощный. В общем, 1,5 аптада бітіріп берейін деп тұр ғой, прикинь. Онда біз 1,5 апта осы жерде тұра тұрайық та, как раз оларға мешать етпейміз. Уақыт деген тез өтіп кетеді ғой. Жан, пожалуйста, бастамайық қойшы. Айбай, белім. Просто белім ауырып тұрады, массаж керек еді кішкене. Не болып кетті, күн мен түнім ауысып, кеткенімді кешіріп ауышып. Болды қойдым деген менен пайда жоқ.